Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Қалайсыздар, амансыздар ма? Біздер альхамдулилля жақсымыз, аманбыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай бір қисса естідім. Қатты ұнады қисса маған. Ғибратты, жақсы үлгі алатын нәрселер бар қиссадан. Сіздермен бөлісейін дедім. Енді кішкене ұзақ болуы мүмкін, бірақ ақырына дейін тыңдауға кеңес беремін. Өте жақсы, әдемі қисса. Әдемі болмаса да мен де жазбайтын едім. Макка қаласында пайғамбарлық келгеннен кейін Маккан елі біразы ислам дінін қабылдағаннан кейін мұсылмандар Макка қаласында қинала бастады. Құлшылықтарын орындай алмайтын дәрежеге келді. Сөйтіп Алла субхана тағала рұқсат берді қоныс аударуға, Мәдина қаласына көшуге. Біраз сахабалар, мұсылмандар көшті, көшті. Сол көшем деп жүрген ішінде бір сахаби, аты Нуайм. Бұл кезде көшем деді, бірақ өз туысқандары, өз руы елі рұқсат бермеді. Рұқсат бермегендегі жамандық істеймін деп емес. Бұл кісі туысқандар менен қарым қатынасы өте жақсы еді. Жақсылығы көп еді, көркем мінезді еді. Осының себептерінен туысқандары айтты, жоқ, біз сізді жібермейміз, сізде адамды қаяқтан табамыз, сізде адамды жіберуге болмайды деп. Сіз қай діндіге кірсеңіз кіріңіз, бізбен қалыңыз деді. Енді туысқандары дінде емес еді. Қай дінде болсаңыз болыңыз, қалыңыз деді. Ешқандай бізден қиыншылық көрмейсіз деді. Басқалардан да қорғаймыз деді. Сөйтіп, солардың несіне, көңіліне қарап қалды. Біраз жыл қап кетті. Одан кейін, біраз жыл қалғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи сағынды, мүмкін сахабалар сағынды, мұсылмандар сағынды. Болмайды деді, мен көшем деді. Мүмкін 5-6 жыл болды пайғамбар көшкеннен кейін. 5-6 жыл болған шығар. Болмайды деді, мен көшем деді. Жаңа айтқандай өз елі исламды қабылдамаған еді. Қоймағаннан кейін, көшетін болғаннан кейін, жаңа туысқандар айтты, 80 жанұя, 80 отбасы. Бізде барамыз деді, бізде көшем. Бізде көшеміз деді сізбенім. Яғни болар мына кісінің көркем мінездігінен, жақсылығынан ислам дінін қабылдайтын болды. Қараңыздар. Яғни көркем мінез деген нәрсе өте керемет, жақсы нәрсе. Сөйтіп, олар да ол кісіменен көшетін болып, қоныс аударатын болды. Яғни көркем мінез, біз мысалы үшін кейбіреулеріміз дінге берілгеннен кейін бұрынғыдан да жаман болып кететіндер бар, мінезі ауыр болып кететіндер бар. Керісінше, исламға келгеннен кейін немесе дінге берілгеннен кейін дейік. Дінге берілгеннен кейін бұрынғыдан да артық жақсырақ болуымыз керек. Өзіміз үшін емес, Алла үшін, дін үшін, діннің дамуы үшін, діннің жақсылығы үшін. Кейбіреулер жоқ, терісіне айналып кетеді. Бұрын жақсы еді, дінге келгеннен кейін, білмеймін, бұзылып кетеді осы. Алла сақтасын. Сөйтіп, Мәдина қоныс аударды, көшіп барды, жаңа өз туысқандарменен. Одан кейін Мәдина қаласында тағы бір жағдай, бір оқиға болды. Яғни бұл кісінің туысқандармен қандай жақсы болғанын көрсететін тағы бір қисса бар, оқиға бар. Бұл кісі Нуайм негізінде Умар ибн Хаттабтың туысқаны. Яғни бұл кісілердің әкелері ағайынды болады. Сөйтіп, Нуаймдың қызы болған, Умар ибн Хаттабтың ұлы болған. Ұлы жаңа Нуаймдың қызымен үйленгісі келді. Сөйтіп, әкесіне келді, әкесіне айтты, менімен бірге жүресіз бе деді. Әкесі айтты, қайда барамыз? Айтты, Нуаймдың қызын сұрауға деді. Сөйтіп, Умар Хаттаб айтты, қойшы, бермейді деді саған оны. Қызын бермейді деді.
Abdullah aytты, неге бермейді деді. Айтты, бермейді, ол ағасының, жаңа Нуаймдың ағасы немесе інісі бар екен, соның, яғни бауыры бар екен, бауырының баласы бар екен. Қол жұқа, жағдай жоқ, өте нашар, кедей. Ол соған береді деді. Ол туысқанын тастап саған бермейді деді. Өмір Хаттаб туысқаны, бірақ анау жақынырақ, бауырының баласы. Өмір Хаттаб не ол? Әкелер ағайынды. Сөйтіп, саған бермейді деді. Жоқ, береді, бірге жүріңіз деді. Мен бітіріп қоямын деді бәрін, пісіріп қоямын деді. Нуаймдың жаңа жеңгемізбен сөйлесіп қойғанмын, пісіріп қоямын деді. Өмір Хаттаб айтты, қой, бермейді деді саған. Өмір Хаттаб радиаллаху ан бос сөз айтпайды. Пайғамбар саллаллаху айтқан, Умар менен кейін пайғамбар келетін болғанда, Умар пайғамбар болатын еді деді. Яғни Умар Хаттаб бос сөз айтпайды. Бермейді деді. Біз пісіп қойғанбыз деді, тек қана бізге жүріңіз, мен серік болыңыз деді, басқа ештеңе керек жоқ деді, әкемсіз деді. Бермейді, мені көп мені қинасаң, мені ініммен бар деді. Ініма немесе ағасыма бар еді, бауыр бар еді, Зайд деген бауыр бар еді Умар Хаттабтың. Менің бауырмен бар деді, бармаймын деді, бермейді дейді саған. Сөйтіп Зайдпен кетті, көкесімен кетті Абдулла. Барды, Нуаймның үйіне барды, отырды, әңгімелесіп, сөйтіп айтты, не үшін келгенін айтты, қызын сорап келгенін айтты. Соң әйелдерді арғы бөлмеден құлақ сағап тұрған екен жаңа Нуаймның әйелі. Жаңа Умар Хаттаб айтқандай, Нуайм айтты, жоқ, сен жақсы жігітсің, бірақ бере алмаймын деді саған. Менің бауырымның інісі бар деді, жағдайы нашар деді. Мен қараспасам, қасында тұрмасам, көмектеспесем, қызымды бермесем оған, басқа ешкім бермейді деді. Яғни айбетпе деді. Кешір, мен бермеймін деді. Туысқаным деді бұл. Сөйтіп кететін болды. Бұл жерде мына Абдулла да жаңа Нуаймдың әйеліне, жеңгесіне мәһәрді беріп қойған ба, әлде осынша берем деп келісіп қойған ба, сондай кісі бар екен. Шығып баратқанда жаңа Нуаймдың әйелі айқайды баспай ма? Қалай бермейсің? Мына теңіне не бермейсің? Ана бауырыңдың жағдайы жоққа, бауырың үшін мына теңі бар адамды нағып бермедің деп айқайды басыпты, айқайды салыпты. Мен сізді пайғамбарға шағынданамын деп пайғамбар саллаллаху барған екен. Әйелі пайғамбар саллаллахуға айтып әңгімені, пайғамбар саллаллаху Нуайды шақырады. Неге олай істедің дейді. Неге бермедің Абдулла теңіне? Нуайм айтты, қараңыз деді, менің туысқаным бар деді, жағдайы жоқ, мен оған бермесем, туысқаныма қараспасам, кім береді деді оған? Мен соны ойлап тұрмын деді. Сөйтіп әйеліне қарап айтты, ал саған деді, сен деді, ананың дүниесіне қызықпасын деді, мен соның берген мәһәрінің бір есе емес, екі есесін бере салам деді. Қой деді бұл әңгімені деп, сөйтіп бұл кісі туысқанымен қарым қатынасы, оларға жақсылығы осындай еді. Сөйтіп осы жақсылығымен, осы көркем мінезімен туысқандарының 80 жанұя, 80 үй исламды қабылдаған. Яғни исламды қабылдату адамдарға себептерінен бірі көп сөз айту емес, іс әрекет көрсету. Іс әрекет көрсетсек,
ko'p әңгіме айтқаннан мүмкін артық болады. Осындай өте керемет қызық қисса еді. Мен бұны айтпай қоя алмадым. Айып етпеңіздер, мүмкін видеода кішкене ұзақ болып кетті. Жақсы, аман болыңыздар, сау болыңыздар. Алла Субхана тағала істеген істерімізді қабылдасын, ихлас берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.